Орыс империясының озбыр саясатынан қаншама асылдарымыздың тағдыры тәлкекке түсіп, ит жеккенге айдалып, азап шекті десеңізші. Момын халықты ұршықша иіріп, көнбегендерін тізе батырып, халық жауына айналдырып, азап шектіргені тағы бар. Кеңестік саясаттың жымысқы ойын түсінген ойлы азаматтар жүйеге қарсы тұруға шамасы келмей, үндемей жүре берудің тағы ретін таппай, әрі-сәрі күй кешіп кетті. Әйтсе де, ел ішінде қара халықты қырғыннан алып қалу үшін қолдан келер ерліктің бәріне барған азаматтар да аз болған жоқ. Біздің әңгімемізге арқау болып отырған Малтай Баһадүр де сол ат төбеліндей аз ғана ержүрек жандардың бірі еді. Малтай Баһадүрдің Сібір жерінде айдауда жүргенде басынан кешірген оқиғалары кім-кім үшін де үлгі аларлықтай оқиға болмауы мүмкін. Дегенмен, коммунистік саясаттың Малтай секілді қаншама қазақты қолдан қылмыскер жасағанына бұл жайттар қапысыз дәлел болмақ. Малтай Өтеуұлы 1900 жылы туған. Әкесі Өтеулі өз шаруасына пысық, малын бағып, отбасын асырап, өз тіршілігін тербетіп өткен адам болған деседі. 30-шы жылдары ең далада мал бағып күн көрген қазақ қолдағы 4 түлігінен айырылған соң басқа табыс көзі болмай тарыға бастайды. Сырдың бойын жағалай отырған Баһадүр Малтайдың ауылы да жұтқа ұшыраудың алдында тұрды. Малтай ел арасында беделі зор, сөзі өтімді болса да, қарапайымдылығынан бір танбаған. Әлде кімдер секілді қолында билігім бар, сөзім өтеді деп, асыра сілтеушілікке, үстемдікке бармаған кісі. Шаруа басында туған ол қолынан келгенше көрші қолаңға қарасып, ауыл елдің жағдайын жасап жүреді. Қызыл империяның басшылары қарапайым халықтың қолындағы малын да еккен егіндерін жинап алып, өздерін аш қалдырған соң, әділетсіздікке төзбеген Малтай қамбадағы азын-аулақ бидайды өзім жауап беремін, ала беріңдер деп елге таратып береді. Осы әрекетінен кейін шолақ белсенділер оны біраз әуре сарсаңға салады. Алапат-апаттың келе жатқанын сезген көкірегі ояу ел жұрт бұл зобалаңнан құтылудың жолын іздейді. Ақыры Малтай бастаған азаматтар 1931 жылдың ерте көктемінде ауыл ақсақалдарымен ақылдасып, аштан өлгенше шетелге асайық деп, қолдағы азын-аулақ азық-түлікті алып, тәуекел деп көшіп кетеді. Олар арып ашып, ауру жұқтырып, жол-жөнекей шығынға ұшырап, бір елдің шекарасына жетеді. Аштықтан жүруге жарамай, отбасымен қалып кеткендер де болыпты. Шекараға жеткен соң, бүгін кеш болып қалды. Осында демалып, таңертең өтейік деп жүктерін түсіріп жайғасады. Ертесіне шекара күзеткен қызыл әскерлер, қайтыңдар, шекарадан өткізбейміз, деп жолын бөгейді. Ауылға қайтарып алып келген соң, Серік есімді басқарма басшысын Малтайды, ауыл советтің бастығы Әшірбайды, Оқот союз бастығы Анарбайды, ауыл ақсақалы Балғынбайды елді сендер бастап жүрсіңдер, деп ит жеккенге айдап, 10 жылға соттайды. Түрмеде қайбір жағдай болсын, күн суық, қамалған адамның қарасы көп. Одақ көлеміндегі барлық ұлттың өкілдері бар. Түрме ауласына бір мезгіл шығарып тұрады екен. Барғанына көп уақыт өте қоймаған кез. Бір күні аулаға шығарған кезде тосын жағдай болады. Қасында 10 шақты нөкері бар шомбал қара біреуге аулада жүргеннің бәрі еліп құрмет көрсетіп жатады. Төрәлпеті адам шошырлықта екен. Шамасы таулық болса керек. Қауға сақалы қалың болып сұс көрсетіп тұрады. Малтай барған кезде-ақ Гога дейтін атаман бар, түрмені сол ұстайды. Айтқанына көнбеген адамды ұрып, оған да көнбесе өлтіріп жібереді деп естіген екен. Шамасы мынау сол болса керек. Әдегеннен аман саулық жоқ. Маған не әкелдіңдер? Алып келгендеріңді көрсетіңдер деп бұйрық беріп тұр. Өзінің қолы ауыр болса керек. Анадайда тұрған адамдардың бірін қабырғасынан нұқып қалып еді. Ол тәлтіріктеп кетті. Бұған дер кезінде жауап бермесе көп ұзамай өзі де сол мұсәпірдің күйін кешетінін сезген Малтай шомбал қараға беттеп, тиме оған деп араша түседі. Өзіне сенімді болып тұрған Малтай да осал емес. Ауылда жүрген кезде талай төбелесті көрген, тіпті бір көкпарда көрші ауылдың атақты палуанымен ерегісіп, ат үстінде тұрған жерінен бір ұрып қалпақтай ұшырғаны бар. Шомбал қара өзіне қарсы келіп тұрған қазаққа жақтырмай қарап,
Сен мықтысың-ау деймін. Менің кім екенімді білгің келсе, жекпе-жекке шығайық, деп ұсыныс тастайды. Артынша сөзін жалғап, неге үндемейсің? Қорқып тұрсың ба, деп тағы намысына тиеді. Малтай жекпе-жекке шығуға дайын екен айтқанда, шомбал қара, онда кешкісін Катеринада кездесейік. Қасындағылар бекерге тәжікелесіп тұрсың, одан енді құтылуың қиын, дегендей аяушылық танытады. Соған қарағанда Гога түрмедегілерді әбден ұрып, мезеткен болса керек. Малтайдың жайын ойлап, жанашырлық танытқан қасындағы жігіттер кешірім сұрап құтылуға кеңес береді. Бірақ кінәсіз бола тұра кешірім сұрауға оның ары жібермейді. Неде болса тағдырға жазғанын көремін деген ол пахан зонымен жекпе-жекке шығуға тәуекел етеді. Содан Малтай кешкісін Катеринаға келсе, шомбал қара күтіп отыр екен. От жағушы екі жігітке қараларыңды батырыңдар деп бұйрық беріп еді. Екеуі де алды-артына қарамай зытып берді. Оңаша қалған екеуі бір-біріне қарап біраз үнсіз тұрады. Сәлден соң сен шында да батыр екенсің, келмей қалама деп отыр едім. Бірақ сен мынаны түсін, бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды. Сол үшін біреуіміздің басымыз бүгін мына жерде жанып жатқан отқа үйтілетін болады, деп есікті іштен іліп қояды. Көзі қанталаған дәуқараның бұл сөзі өзінің сорын айналатынын қайдан білсін. Бірақ ол сөзіне барынша сенімдеді. Үстіндегі қалың киімдерін шешіп, Малтайға жақындай берді. Бұл кезде Малтай да шешініп дайын тұрған еді. Дуалға жақын тұрған Малтайды ары-бері кете алмайды деді ме, екпіндеп келіп, Малтайдың жағасын жармаса бергенде, сытылып шығып, аяғын шала қос қолдап жергеден ұрып еді. Дәуқара дуалды сүзе құлады. Одан кейін тұрғызбай төпелеп тастауға болар еді. Бірақ Малтай ондай нәмәрттік жасамады. Гоганың орнынан тұрғанын күтті. Бірақ ол орнынан әрең тұрды. Әлден соң әл жинап алып, қайта шабуылға шықты. Бұл жолы бар пәрменімен шайқасып жатыр. Малтай артқа шегіншектеп, Гоганың соққысын дарытпай жүр. Гога оң қолымен құлаштап сермеген кезде, Малтай сол жаққа сытылып шығып, оның қолы ауа қармап қалды. Осылайша өз екпінімен етпеттеп бара жатқан оның құлақ шекесінен бір ұрып, тағы да сұлатып салды. Жаны сір екен, сәлден соң тағы тұрып, енді күрес тәсіліне көшті. Екеуі бір-бірін жыға алмай біраз жүрді. Байқаса, Гога мұны жанып жатқан отқа қарай ыңғайлап барады. Сәл осалық танытса, бағаны өз айтқандай, басын үйтуден де тайнар емес. Қарап отырып біреудің қолында өліп кетуден сақтанған Малтай енді бар күшін сарқа жұмсамаса, өміріне қауіп төніп тұрғанын сезді. Осы сәт өзіне қарай айбат шегіп жүгіріп келе жатқан Гогадан сақтану үшін сәл артқа шегіншектеп барып кілт тоқтады. Гоганың аяғы әлденеңе сүрінді-ау деймін. Осы мүмкіндікті қалт жібермеген Малтай оның тұмсығынан тағы бір соққы берді. Дөп тиген соққыдан есеңгіреп қалған Гога артындағы бетон дуаға басымен соғылып сылқ ете қалды. Демалып алсын деген Малтай оған мән бермей біраз отырды. Сәлден соң барып тұрғызайын десе, жаңа ғана өзімен айда қарсы арпалысып жатқан Гогада үн жоқ. Тамырын ұстап көріп еді, тіршіліктің нышаны білінбеді. Дем үзілген екен. Қапелімде адам өлтіріп қоямын деп ойламаған Малтай енді не істерін білмей састы. Енді не істеймін? Бұны көрсе бәлеге қалармын деген ол анадайда алып жанып жатқан отқа қарап, жаңа ғана екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп пәлсапа соғып отырған Гоганың сол сөзі өзінің басына көрінгенін білді. Егер ғайыптан тайып, Гогадан таяқ жеп қалғанда, сол отта өзінің басы үйтіліп жатқанын көз алдында елестетті. Соңғы серті бойынша да осылай болуы керек деген ол көп ойланып тұрмастан дәуқараны пештің апандай аузына қарай ыңғайлай берді. Жалын шашқан от жаңа ғана бүкіл түрмеге билігі жүріп тұрған Гоганы әп-сәтте күлге айналдырып жіберді. Бұл оқиғадан кейін де талай төперішті бастан өткеріп, талай мәрте ажал аузынан қалған Малтайдың көрер жарығы бар екен. Түрмедегі мерзімін өтіп шыққан соң еліне оралды. Жұмыр жердің әр қиырына тарадай шашылған ағайындыларымен бірге дәм-тұзын теріп жеп,
1980 жылы бақилыққа аттанған Малтай бабамыздың артында 2 ұлы мен 1 қызы қалды. Үлкен ұлы Мамыр мен екінші ұлы Тәуір және қызы Аминадан немере сүйіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, жасы 80-ге қараған шағында елдің ортасында өмірден өтті. Назар салып тыңдағандарыңызға мың алғыс. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.